Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін мен сіздермен өте сәтті болып шығатын, дәмді болып шығатын рецептпен бөлісемін. Ең алдымен 3 картофелімізді және де 1 пиязымызды үккіштен өткізіп аламыз. Және де тағы да үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Оның үстіне шым-шым бұрыш және де шым-шым тұз саламыз. Негізі бұрыш пен тұз өзінің дәміне қарай болады. Барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Енді видеода көрсетілгендей етіп форма жасайтын боламыз. Форма алақаныңыздың көлемінде болса жеткілікті. Оның ортасына қалаған шұжығыңызды немесе басқа да салма салсаңыз болады. Енді барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Мінекей формамыз дәл осындай болып шығуы қажет. Енді жақсылап қуыратын боламыз. Ең алдымен табамызға май құйып, жақсылап қыздыртып аламыз. Енді үгітілген нанымызға, яғни сухаригімізге картофелімізді жақсылап малып аламыз. Және де қызып тұрған отқа салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің тестамыз осындай болып қызаруы қажет. Өте керемет болып пісіп жатыр. Картоптарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина. Міндетті түрде видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.